Сәлем достар, бүгін қызанақтың адам денсаулығына пайдасы жөнінде ақпараттармен бөлісеміз. Қызанақтың құрамында В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге бай. Қызанақты үнемі пайдалана отырып иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ көптеген ауруларға ем, солардың ішінде псориаз, экзема сияқты тері ауруларына ем. Осы ауруларға күніне қызанақты кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия және нашар көңіл-күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақты жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Қызанақ катарактының алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактыдан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2 рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндерге көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротинин көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатындар көздерінің өткірлігі мен мақтана алады. Енді қызанақтың пайдасын білдіңіздер. Күнделікті жеп жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам Ан Тағам каналы. Сіздерден подписка и лайк, бізден ақпарат.